Маңғыстау облысында 9 жыл бұрын басталған Шетпек-Қызан тас жолының құрылысы әлі күнге дейін аяқталған жоқ. Жобаның осынша ұзаққа созылуына республикалық бюджеттен қаражаттың уақытылы бөлінбеуі себеп дейді мердігер компания басшылығы. Жолда бірнеше рет қайғылы жағдайлар болып, қалың шаңнан көліктер бір-біріне соқтығысып, жол апатта тіркеліп жүр. Қызан ауылы аудан орталығынан 100 шақырым қашықтықта орналасқан. Жолдың азабын тартып отырған тұрғындардың айтуларынша, әсіресе жауын шашынды күндері мына жолмен жүру мүмкін емес екен. Қызан ауылының тұрғыны Алтынғали Иманбаев аудан орталығына аптасына кем дегенде 3 рет барады. Жолсызбен жүргендіктен көлігі жиі істен шығады. Вообще жол жоқ. Ана күн бір жаңбыр жаумай тұрып, жауып еді, машиналар батып, далада қалып, 25 километрге жете алмай, халық далада қалды, сулап, далада қонды, бүткіл бала шағасымен. Бітет дейді, бұл бітіп атқан жол жоқ қазір. 24-тің аяғына дейін дейді, ол 24-тің аяғына дейін өлет шығармыз қырылып, мына жерде жол жоқ. Ауылдықтардың негізгі бас ауруы жол. Сондықтан олар қалған 25 шақырымды тезірек аяқтап беруді сұрайды. Көліктеріміз барған сайын аяғымыз жарылады, жаңағыдай. Қыс мезгілінде қар болып, боран, талай жолда қалып, балшықтап атып. Шетпек-Қызан тас жолының құрылысы басталғанына 9 жыл болды. Алғашқы бөлігі 2014-16 жылдар салынған. Ал екінші кезең 2018 жыл басталып, күні бүгінге дейін жалғасып келеді. Оны толық аяқтау үшін әлі 61 миллион теңге қаржы қажет. Қазір жолдың 3-ші кезеңі салынып жатыр. Мәселе ақшада болып тұр. Қаражат бөлінген жағдайда уақытылы бөліп, уақытылы жіберсе, біздер осы жылға дейінде жұмысты бітіріп, ауылға дейін асфальт тартып беруімізді жоспарлап, оған дайын отыр мекемеміз. Жолдың 3-ші бөлігі 25 шақырымды құрайды. Құрылыс аяқталса, ауылдықтар су жаңа асфальттың қызығын көрер еді. Алайда, там-тұмдап бөлінген бюджет қаржысы қолбайлау болып отыр. 249 миллион теңге ақша. Бірден бере салуға бюджет көтеріп тұрған жоқ. Жаңа айттым, өткен жылы 21-де 375 миллион бөлінсе, 22-де 516 миллион теңге бөлінді. Қазір тағы да 500 миллион мінеке бөлініп жатыр деп жатыр, бірақ жұмыстар соған сәйкес жүргізіліп жатыр. Жолдың құрылысы аяқталмай жатып, асфальт төселген аумақтан ақау шыққан. Бірнеше жерден сынама алынды. Мердігер мекеменің өкілі тұрғындардың жайын ойлап, жолды мерзімінен ерте қолданысқа бергенін айтады. Ал асфальттың қыста төселуі және үстімен ауыр жүк көліктерінің жүруі оның ойылуына себеп болған. Бүлінген аумақты қайта жөндеуді мердігер өз мойнына алды. Руслан Мұхан, Сұңғат Көнебай, Ақтау Ньюс.